Достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздердің алдарыңызда менің арманымдағы маффиндар. Яғни жазды шидекті маффинсымен елестете алмаймын. Ыдыста жұмыртқа, қант, сұйық май, балды қант ерігенше жақсылап асықпай миксерлеймін. Және де барлық ингредиенттеріміздің бөлме температурасында болу керектігін ұмытпаңыздар. Енді сүт, қаймақ және апельсин сыдырысын күштен өткіземін. Тек ең сыртқы оранжевый қабығын ғана өткіземіз. Толық рецепт әдеттегідей описание бөлімінде. Ұн мен разрыхлительді електен өткіземін. Оның барлығын қоспаймын, тек аз-аздап қамырдың қоюлығын бақылап отырамын. Менде рецептте көрсетілген ұннан 50 граммдай артық қалды. Сіз де ұнды 3 бөлікке бөліп, әр салған сайын жақсылап қозғап отырып бақылаңыз. Енді менің ең жақсы көретін сәтім қара жидек қосып араластырамын. Ал сіз өзіңіздің сүйікті жидегіңізді қосыңыз. Бар болғаны осы ғана. Енді маффиндарды қасықпен формаларына орналастырып шығамын. Сыртқы көріністері әдемі болсын деп қалған қара жидектерімді қойып шығамын. Немесе қант сеуіп шықсаңыз болады. Ол да бір өзгешелік беріп тұрады. 180 градуста қызып тұрған пешке жіберіп 50 минутта пісіріп алдым. Қараңыздаршы қандай әдемі, көздің жауын алады. Ал дәмі болса, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.